Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен к дыбысын дұрыс айтуды үйренеміз. Өздеріңіз балаларыңызда байқасаңыздар, к дыбысын т дыбысымен көбінде шатастырады. Мысалы, көйлек десе, төйлек дейді. Кітап десе, тітап дейді. Киім дегенде, тиім дейді. Керік дегенде, терік дейді. Ал кей жағдайда керісінше к дыбысын мүлдем айтпай кету мүмкін. Бұл көбінесе үлкен балалардың арасында кездеседі, мектеп оқушыларының арасында. Мысалы, олар көйлек деген сөзді өле дей салады, көбелек дегенді өбеле дей салады. Осы сияқты киім дегенде иім дейді, кітап дегенде ітап деп жылдам оқып кетуі мүмкін. Енді к дыбысын дұрыс айту үшін аузымыз кең ашық, күлкі үйірілген, тісіміздің барлығы көрініп тұрады. Міне бұлай. Тіліміз астыңғы тіске тіреліп, артқа қарай тартылады екен. Артқа қарай тартылған кезде тіліміздің жоғарғы жағы қатты таңлайға қарай тартылып отырып, артқы жұмсақ таңлайларға барып тіреліп барып айтылуы керек екен. Міне қазір өздеріңіз байқағандай. Осылайша к дыбысы шығуы керек. Ол үшін біз бірнеше жаттығуларды жасауымыз керекпіз. Кәне балақай, екеуміз қатты күн суық болды деп ойлайық та, қолымызды жылыту үшін не істейміз? Өстіп, қолымызды жылытып отырып, жылы ауа шығаруымыз керек. Болмаса, өзіміз қыстың күні терезеге қатты қырау үйілген кезде терезенің қырауын деп үрлей отырып, терезеде мынандай кішкентай ойық жасап алып, терезеден сығалап, кішкентай кезімізде сығалап тұрған кездеріміз болған, иә? Болмаса, айнаға барып, өстіп өзіміз үрлегенді ұнатамыз, иә? Сол кезде айнада бұлай кішкене айна буланып қалады да, сол жерге өзіміздің атымызды жазғанды, немесе мама деп жазғанымызды, немесе әке, ана деп жазғанды жақсы көреміз, иә? Солай сөйтіп біз к дыбысын айтуымызға болады екен. Енді келесі жағдайда, өзің білесің ғой, үлкен кісілер, иә, қарт аталар қартайған кезде көп жөтеледі, иә? Сол кезде байқадың ба, қалай жөтеліп жатады? деп жөтеледі. Бүйтіп тамағын ұстасаң, деп жөтеліп жатқанын байқайсың, иә? Сөйтіп, к дыбысын айту үшін тілімізді артқа тістерге қойып аламыз да, аталарымыз жөтелген сияқты, кәне аталарымызды жөтелін салып көрейікші, мына жерге тамағымызды бүйтіп ақырын ұстап көрейік, қалай жөтелгенде тамағымызда қандай дірілдер пайда болатыны, иә? Болмаса, өзіңнің анаң екеуің кезектесіп, бүйтіп бір-бірінің тамақтарын ұстап көруге болады екен, кәне. Өздеріңіз байқағандай, деген кезде тіліміздің ұшы артқа тістерге тіреліп барып, жаңағы тіліміздің жоғар жақ шеті қатты таңлайға қарай көтеріледі екен. Менің бағанадан бері айтып жатқаным сіздерге сол жаттығуларды жасау керек, иә? Баланың к дыбысын шығару үшін қолымызды жылытуымыз керекпіз. дей отырып, содан кейін жаңағыдай айнаға булап деп, немесе қарт кісілердің, аталардың жөтелдің дауысын салу арқылы сөйтіп жөтелу арқылы к дыбысын
дұрыс және анық айтуға үйренеді екен. Енді артикуляциялық жаттығуларды жасап алайық. Кәне айнаңдала ғой. Бастайық. Терезе. Терезені ашып ем, жел соқты ғой бір кезде. Жауып едім онымен, күн шықты ғой лезде. Аузымызды кең ашып жабамыз. Бақа. Қылдаған бақаның даусы қандай аш деді. Күлімсіреп қараса, әдемі боп кетеді. Тістерімізді ашып күлеміз. Әткеншек. Әткеншекке отырып, тербелеміз әрқашан. Көңілімізді көтеріп, қуанып біз қаламыз. Тілімізді жоғарғы және астыңғы тіске тіреп, көтеріп түсіреміз. Сырғанақ. Беден түсіп шанамен зулатып біз келеміз. Сырғанақтан сырғанау қызық әрі тамаша. Тілімізді астыңғы тістерге тіреп, көтереміз. Жарайсың балақай. Осы жаттығуларды үнемі қайталап, үйреніп, дағдылан. Балақай, енді екеуміз К дыбысына байланысты бірнеше буындарды айтып көрейік. Жарай ма? Мен айтамын, сен қайтала. К. 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 Ку. К. 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 Балақай, енді сенмен К дыбысы бар сөздерді айтып көрейік кәне. Көйлек. Көбелек. Кітап. Кеме. Керік. Көжек. Жарайсың балақай. Балақай, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сен осы сабақта жасаған жаттығуларды және де айтқан сөздерді, буындарды үйден қайталап жаттығып жүр. Сау бол.